2016 жылдың қыркүйегінде министрлер кабинеті мемлекеттік экономикалық саясатты өзгерту туралы ұсыныс енгізеді. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов парламент палаталарының отырысында мәлімдеді. Оның атап өтуінше, мұнай бағасының арзандауы ұзақ уақытқа жалғасады. Осыған байланысты министрлер кабинеті мемлекеттік бағдарламалар мен экономиканың дамуы бойынша жоспарларға кейбір өзгерістер енгізбек. Үкімет сыртқы қарыз, ұлттық қор қаржысын пайдалану, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын басқару деген мәселелерді қайта қарап шығады. Сондай-ақ міндетті медициналық сақтандыру және банк секторын реформалауға қатысты сұрақтар бар. Жаңа өзгерістер осы жылы күзде нақтыланған республикалық бюджетпен бірге парламент талқылауына ұсынылады. Сондай-ақ Кәрім Мәсімов министрлер кабинетінің бюджет және салық кодексінің жаңа жобаларын дайындап жатқандығын атап өтті. Мұндай өзгеріске үкімет пен бюджеті бағдарламалардың әкімшілерінде қаржының игерілмеуіне байланысты проблемалардың азаймауы себеп болып отыр. Алдағы бір жыл ішінде құжатты талқылауға ұсынамыз деген уәде берді премьер-министр.